Саламатсыңдар ма балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Баққожа Мұқайдың Өмірзая романының 16-шы тарауы. Сабағымыздың оқу мақсаты шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау. Енді осы шығарманың қысқаша мазмұнына тоқталайық. Бұл тарауда екі қарттың өмір жолын еске түсіру туралы әңгімесінен басталады. Екі қарттың бірі профессор Алдиярдың өмірі қиыншылыққа толы болды. Алдияр қарттың өмірін тыңдап отырған Қуат қария өзінің өмірімен салыстырғанда айтуға да, ауызға алуға да тұрмайтынын ойлап отырды. Шешесі қайтыс болғанымен телім-телімі шығып, ешкімнің есігінде жүрген жоқ. Әкесі бәрін де өз қолымен жайғастырды. Жұрттың баласы ашығып, тышқан аулап жан сақтап, немесе талғажау етер дән таппай ісіп кеуіп қырылып жатқанда, шаруақор әкенің арқасында балалары тірі қалды. Марқұм әкесі шаруаға мығым еті тірі еді. Осынау ұлан байтақ даланы аштық жайлап, қалың жұрт таңдайға салар бір түйір дән таппай босып кеткенде, Сағынтай Қарасуға қармақ салып, бала-шағасын балықпен асырады. Қарасудың балығы қыста да азық болды. Одан кейін бүкіл халықтың басына тағы да неше түрлі ауыр күндерде Қуат ел қатарлы қолына қаруын алып, отан қорғауға қатысты. Құдайдың құзыры жауып аман-есен қайтып оралды. Үлкен ерлік жасап атаңызға айналған жоқ, бастың амандығын ойлап, жан сауғалап, бұғып та қалмады. Белуардан су кешіп, аққар көк мұзда айлап жататын кездері де болды. Көппен көрген ұлы той демекші ұлы отан соғысында көрген қиямет қиыншылықтар барлық халыққа ортақ болғандықтан, қария басынан өткендерін әңгімелеп, кеуде қағуды ерсі көретін. Ех, шіркін-ай, көппен көрген ұлы той ғой дей салатын. Ақсақал-ау, өзіңіз майдангерсіз, орденіңіз бар, неге жеңілдіктерді пайдаланбайсыз дегендерге, шырағым-ай, заманымыз тарылатындай не болды дейсің деп тәубесіне келе қоятын. Оның барлық арманы тек қана жалғыз ұлының абыройы болды. Тәубешілігінің арқасында жаманшылық көрген жоқ. Соғыстан келгеннен кейін колхоздың жұмысын істеді. Күн-түн деген жоқ, адал еңбегі абырой әперді. Үкімет пен партия еңбегін бағалап, кеудесіне 2 рет орден қадады. Қуат қарияның үміт шырағы тұтанғанымен, құлазыған көңілі қалпына келе қоймайтын. Ол үнемі сарғайып таң атқанша жалғыз ұлын ойлап, жалғызыма жанашыр бола көр деп жаратқанға жалбарынатын. Дәл осындай сәтте жағың түспей жамандық көрме деген әке батасында есіне алып, жасы 70-ке келгенше тек қана баласының амандығын ғана тілеп жүретін. Енді балалар, бүгінгі оқу мақсатымызға жету үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: кестені пайдаланып, Аяған мен Қуат қарияға тура мінездеу және жанама мінездеу берейік. Тапсырманың дескрипторы: кейіпкерлерге тура және жанама мінездеу беру. Тапсырмамызды орындамас бұрын тура мінездеу және жанама мінездеудің ережесін есімізге түсірейік. Тура мінездеу кейіпкердің мінез құлқын айнытпай сол қалпында баяндаса, жанама мінездеу оған қатысты заттар мен құбылыстарды байланыстырып, суреттер арқылы ашып көрсетеді. Жарайсыңдар балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сәйкес,
Екінші тапсырмамыз шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтау. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды менің дайындаған нұсқаммен салыстырып көрейік. Аузының суы құру, тамсану, қабырғасын қайыстырған, қиналу, көппен көрген ұлы той, мәтел, кеуде қағу, мақтану, ішін ит тырнағандай, қиналу, көңілі тоқ, риза болу, білегінен күш кету, қартаю. Жақсы балалар, сіздер өздеріңіздің тапсырманы қаншалықты меңгергендеріңді көрсеттіңдер. Енді үйге тапсырма алайық. Бірінші тапсырма Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романының ымырт бөлімдерін оқисыздар. Екінші тапсырма аталған шығарманы бүгінгі өткен тараудағы Сағынтай отбасының іс-әрекетімен салыстыру. Енді балалар, осы «Қан мен тер» романын еске түсіру үшін шағын көрініс тамашалайық. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы ымырт Сергелдең күйреу деп аталатын 3 кітаптан тұратын ел, халық, оның әлеуметтік тағдыры туралы әлеуметтік психологиялық типті шығарма. «Қан мен тер» трилогиясының бір ерекшелігі романның сюжет желісі, оқиғаларының барысы характерге байланған, романның қозғаушы күші характер. Трилогияның бастапқы кітабы ымыртта өршіл мінезді намыскер, еламан қарапайым балықшы. Жұрт Қаратаз деп атайтын Құдайменде байдың қорлығына шыдамай сес көрсетіп, балықшылар арасына кетіп қалған еламан өмірі кездейсоқ оқиғадан кілт өзгереді. Промселдің қожайыны тентек шодыр балықшыларды әлі қата қоймаған теңізге айдап салады. Іштей кіжініп жүрген еламан суға кеткен балықшыларды емес, ауын сұрастырған шодырды сүймеммен салып өтеді. Трилогияның екінші кітабы Сергелдең қазақ даласындағы патша құлап, қос үкімет орнаған кездегі әлеуметтік қайшылықтардың өршуін көрсетеді. Түрмеге қамалған, соғысқа қатысқан, кейін Шалқарға келіп теміржолға жұмысқа орналасқан еламан біраз дүниені түйсінген. Сюжет пен композиция еламан характерінің осынысынан туындайды. Майданда төбелес үстінде арашалап, Шалқарда жұмысқа орналастыруға көмектескен Мюлгаузенмен жұдырықтасып қалады. Осыдан соң ауылға оралған еламан бастапқы кезде іштен тынып жүреді. Қайын атасы сүйеудің үйіндегі баласын қолына алады. Көп замай теңізді емденіп, ауыз алдыртпайтын Темірке мен Тәңірбергенге қарсы тұрады. «Қан мен тердегі бітімі бөлек кейіпкер Тәңірберген. Бұл бейне адамгершілік тұрғыдан әшкереленген кісі еңбегін жегіш. Оның үстіне ұрыстайды, ел ішіне іріткі салушы Тәңірберген балықшылар ауылын екіге жарып, бір-бірімен өштестіріп қояды. Ақбалаға көрсеткен қиянаты оның қатыгез келбетін толықтыра түседі. Трилогия тұтастайын ішкі монологтан тұратын Тәңірберген тағдырының соңғы күндерін суреттейтін тараумен аяқталады. Генерал Черновтың әскерін құмарасымен бастап жүрген Тәңірберген дүниеден баз кешіп өмірден түңіледі. Ақылдымын, айламалыммен құлығымды бәрінен асырамын деп жүрген жігіт өзін аяусыз кінәлап сөгеді. Романда бұдан басқа сомдалатын характерлер Кәлен, Сүйеу, Ақбала, Айғаным, Мюлгаузен, Федоров, Қарағатын, Судырахмет тағы басқалар. Кәлен тумысынан батыр жаужүрек, дара тұлға, еламанның, Тәңірбергеннің бейнесі Кәленсіз жүдеп қалар еді. Тағы бір келістіре жасалған образ Судырахмет, малжың, қуыс кеуде,
паруайсыз жан тәлкекке ұшырайды да жүреді. Еңбекке қыры жоқтығы жағынан қалау мен төлеуге ұқсас. Нұрпейісов романы ұлттық характердің тұтас сілемін жасаумен құнды. 1916-1918 жылдардағы халық қозғалысын әлеуметтік психологиялық тәсілмен суреттейтін, өрістетілген ішкі монологқа құрылған бұл роман нағыз замана эпосы. Жарайсыңдар балалар, сәттілікке бастаған қадамымызды жетістік баспалдағы арқылы бағалап, сабағымызды қорытындылайық.